Алматы тойы құтты болсын! Ақырмен қонақтар мерекемізді мұндай асырайық. Ақталған ағарманның үміттері, қашан көрсең жүретін күліптегі, қамалаған ағайын аман-бысың бүгінгі. Тұжыл қазақ қыздарымен той, намыс қазақтың салмақты жігіттерден, Таймыра қазағының екі жақ дастарханын бастауға ақсөлеміңізді. Мен бүгінгі тойымызды қаңғалатыным, мен Алматыда қанша той басқарып жүрмін, көптеген адамдар екі-үш столда қайтып кетеді. Жоқ та ешкім. Мен бүгін риза болған Серіктің абыройына риза болып тұрмын. Мен бүгін Серіктің ата-анасының абыройына риза болып тұрмын. Міне екі-үш стол болды, ешкім кеткен жоқ. Нархоздың ректорынан басқа. Нархоздың ректорынан басқа. Жашы әйелінің стоматологиясының директоры отыр. Здравствуйте, здравствуйте, как ваши дела? Я говорю, вы единственный, кто остался из директор остался здесь. Спасибо, то, что вы остались. С Новым годом вас! А наркоз директор жоқ. Жоқ, Серік. Ол кімнің абыройы деген сөз? Кеш. Өзі қашы байқап тұрған шығарсыздар, әлемдегі ең красавчик адамдардың киетін цветтері бөлек қой. Біз бөлекпіз ғой. Амин. Күйеуге бар. Қазір бол, жеңген бол. Құрметті ағайындар болса тойымыздың төріне бүгінгі осылай сыйлап құрметтеп отырған әрине Серік деген ағамызбен және де Айна деген жеңгемізге бір қадір қосылайық. Мерекесі құтты болсын. Ал мерекелі құрметті ағайындар бүгінгі тойымыз осы Серік ағамыз байқауы қаша сөйлеген әртүрлі. Қаншама жұлдыздар, Нұрлан Еспанов, Қуандық Рақым, ағайындар тобы, мына Позитив Б, еще бишілер, Дариға шоу білесіздер, анау-мынаудың тойына барып жүрмейді. Еще официанттар. Адамдар жүрді жүрмейді олар. Біз ғой шайтып жүре береміз ғой, барды, жоқ болды. Ең құрметті ағайындар қарсы алыңыздар. Екінші дастарханды тілекпен емес. Әнмен бастарым келіп тұр. Мен рұқсат болса ортаға Санат деген ағаларымыздың бауыры, жайдарманшы, оны асаба, Ермек деген мырза ортаға шақырайын. Ермек бауырымыз жасап түсіріп кетсен. Ермек, келе бол. Шамалсақ қойыңыздар. Салтымыз болғандықтан ассалаумағалейкум ағайын. Бүгінгі ұлы тойға қош келдіңіздер. Тойларыңыз тойға бассын. Бүгінгі ұлы тойымыздың кереметтей күлі. Асабасына мың қошемет, мың алғыс қанекей. Ал өңіріздегі мінекей арнайы Санат ағамыздың атынан келіп отырмыз. Серік аға, арнайы сіздің құрметіңізге. Санат ағамыздың атынан кереметтей сұлу көркемі шербетіне күндей сәулесін төккен. Алтын дауысты, ақ бота қыздарыңызды қарсы алыңыздар ағайын. Oh,
береді десеңіз. Жасаймыз. Ал енді кезекте сол қолымызды көтереміз. Сол қолымызды сол жақтағы адамның иығына қоямыз. Сол жақтағы отырған адамның иығына қоямыз да, және де жаңа сіздерге көршілеріңіз жасаған беспонтовый массажды өздеріне қайтарып береміз қареке. Ай, бәрекелді. Қошеметтеп қойыңыздар қареке өздеріңізге. Жігіттер, қыздар, Шымкентте болсақ, бүкіл Шымкенттің бөлімбелерін. Ал Алматыда тұрғаннан кейін қазір жұмсайтын ешкім жоқ та. Bir gün тапшы десе бір жігітке тапқаны мынауды. Жаным, это не цветы, а от души. Твой голос самый-самый прекрасный. Бақытты бол, жаным. Осы өмірде ең бақытты әйел бол. Осындай, тур осы той саған жұмыс болсын. Рахмет, мынауды соңғы құрметтеріңіз. Әрмен қарай, сіздерді таңғалдықты жалғастырамыз. Келесі кезекте Айару флешмоб тобын қарсы алыңыздар. Кішкентай ғана бүлдіршіндерімізден құралған ең креативті балақайлар. Тек қана бүгін, тек қана сіздердің құрметтеріңізге қошеметпен құрметпен қарсы аламыз. Барлығымыз бірге. Айару флешмоб тобы. Главный болып тұрған санжаршысың болыңыз ба? Санжаршысың ба? Ал! Рахмет. Келе қойдашы именно билеген адамдар, билеген. Шашқа не болды? Өтчі өне, міне құрметті ағайындар. Өнер адам үшін ең үлкен беретін баға ақша емес, естеріңізде болсын. Ең үлкен баға шабыт беріп, шапалақ соққандарыңыз. Амин. Біз деген серігіміз бірімізді құшақтап қаламыз әжелер. Ана алды ағайындар топ кетті, оған Нұрлан Еспанов. Бізге фотоға түспесеңіздер де өтірік болсын шапалақ соғасаңыздаршы бізге де бір. Ұстас екен? Сикош? Құрметті ағайындар, мен ойымызды төріне рұқсат болса екінші дастарханымызда жақсы бір тілекпенен алысаға туысқанды жақта көрші атып көршілерден сонымен достармен кезек беріп келдік. Жасамысың? Ал, кім айтты серік жалғыз деп? Кім айтты айнаның ешкімі жоқ деп? Міне Шыңғысханның әскері. Серікпен айна бақты olsun, киіп! Киіп! Рахмет. Маған рұқсат болса көршілер қол көтеріңіздерші, именно көршілер. Аха, Елитный районда тұрасыз тұрып өтті ме?
Көршілеріңіз что-то необычно тұрған. Бірақ сіздің төртеуі де Франциядан келіп тұрған сияқты. Мороженое сливочный есть. Көршілерден бір 2-3 адам келсінші, 2-3 адам. Жаным сол, құрметті қонақтар, құрметті қауым, ақжолық аналар, ақсақалдар, аталар, мінекей осындай тойды жаңғырып өткізіп жатқан Мейірбек бауырыма бір сабақ болсын. Оны сүймей жатқан музыканттар және сабақ болсын. Ай жаным сол, айналайын Мейірбек, жүрген жерін Мейірбек сәйкес болмай қалды. Жолда приехал, да? Но тем не менее, знаешь, өте керемет. Жаным сол, Серік, Айна, және сіздер туылған ана, әкелеріңіз, аталарыңыз, апаларыңыз. Тойларыңыз құтты болсын. Ойлаймын, что-то позитив, жоқ, әрқашанда позитив. Туғы шапала! Шапала, және сұрайды шапала. Естілмейді, шапала! Не дейміз, құтты болсын. Тойға ұласын, осындай той әрқашанда, осындай отқан қара көздердің бәріне әрқашанда жұғысты болсын. Тойға ұласын. Рахмет. Алдаке кеш. Рахмет. Шабақ соқпайыңыздар, құрметті ағай. Құрметті қонақтар, бүгінгі тойыңызға шыны керек осы ең әуелі осы маған звондаған Серік ағаларыңыз болатын, бауырларыңыз болатын. Одан кейін маған бүгінгі тойымыз ерекше болсын, бүгінгі тойымыз сәтті болсын, мәнді болсын деп осы Дәулет звондаған болатын. Дәулет деген өнердегі өмірдегі досым, жан достарымның бірі. Жалпына талай елдің батасын алып, Қазақстан Республикасы 18 миллион халық бар ма? Солардың арасында қазақтың тойына жаңалық енгізіп, қазақтың тойына ерекше стильмен келген бұрын-соңды болмайтын нәрсе. Әйтпесе, осы Қазақстанда 18 миллион болса, 2 миллион тамадашы. Соның арасында жаңа стиль енгізіп, ерекше бір стильмен осы жалпы тойды басқарып жүрген Дәулет Дәке ха жылдарыңызға шабақ соқпайсыз. Рахмет. Бесишь меня, рахмет. Ал сізге құттықтаймын, жеңге, анамыз, әкеміз. Шын қуаныштымын, ең алдымен танысқанға қуаныштымын. Осыдан 1 жыл бұрын шаңырақтарыңызда үлкен той болып еді, келесі жыл осындай той болып жатыр. Жыл сайын осындай үлкен той шаңырақтарыңызға болуға Алла нәсіп етсін. Сізге сізбен танысқанға қуаныштымын. Ал сізге құтты болсын, жақсы көремін, бақытты болыңыздар. Енді мынау қонақтар шапалақ ұрмаса да, алтын қазынамен ауылда ұрса болды маған. Құтты болсын. Рахмет, молодецтерге шынымды айттым ғой. Алтын қазынаның атынан сөзге жүйрік. Мықты бар ғой, біреу шықсын. Мысалға, Серік Айна, сендерді құттықтаймын, керекті сендерге қатты сыйлаймын. Алматы қаласында болмасы той, менің ақ тілегіммен шапалақты ұрып қой, аяра тұсау десе сол. Пример болсын. Ай, не дейді, ай. Серік Айна, той құтты болсын, бізге жұғысы болсын. Барған де бар, келмеген де бар, келе алмаған да бар. Той әрқашанда құтты болсын. Осындай шашы той бәрімізге қара көздер шапалақ жұғысы болсын. Рахмет, қошемет бар ма? Айна, әрқашанда өміріңе жайна. Бүгінгі той құтты болсын. Айна ханым, 2018-2019-да тағы да шықты болсын. Өтеуліктің әулеті жаса, тағы да жаса, келесі жылы тағы да той жаса. Аха! Ой,
Sizler әрқашанда мықты болсын, айнақты жеңеміз, келініміз бар, Мейірбек әрқашанда сенің жұмысың мықты болсын, сен сүймен отқан әрқашанда музыкантың мықты болсын. Не айтамын, Рахмет, сіздің дауысыңыз Нұрлан Исмановтың дауысы екен. Айару, құтты болсын туған күні. Бір жас Айару, қадамың құтты болсын. Теке, Ең бір жауап бастаған кім еді? Ең бір жауап бастаған атыңыз? Самат! Рахмет. Екінші Самат чемпион! Самат, бейді! Рахмет. Серік біздің красавчик! Айна біздің әдемі! Бүгін болған асыр той! Шапалақты ұрып той! Папалары красавчик! Мамалары необычный! Тамада бойысын әдемі, көркем, өте сүйкімді жігіт! Рахмет, қарсаңыздар! Бүгін кішкентай ғана айырудың құрметіне торт әкелсін! Кеткене, тор! Рахмет. Айқай-шу, қаттырақ болсын! Рахмет, құрметті қадірлі мырзалар, міне алдарыңызда 5 қабат тұр. Осындай 5 қабатты серікпен ойнау тағы да 5 ұлы болсын. Алласы тағы да 5 қызы болсын. 5 қыздан кейін 5 этажды үй болсын. 5 машинасы болсын. Дұрыс па? Аптасына 5.000 доллар тапсын. Білесіздер ма? Енді осыны достан мынаны кеспей қояйық дейік. Рұқсат болса құрметті официанттар мынаны кесіп, әрбір қонақтан дәм-дәмді осы тойымыздың сарты деп біліңіздер. Оның орнына мен рұқсат болса микрофонды Серікпен Айнаның өзіне берейін. Ассалаумағалейкум, тағы да құрметті бүгінгі тойға жиналған қауым. Құдай қаласа немере, шөбере, шөпшек, немене деген сияқты сондай күндерде бас қосуға нәсіп етсін. Дайындаған тосып сыйымыз бар еді. Сол әнімізді қабыл алсаңыздар. Міне бүгінгі тойымыздың төрінде осы серіктей ұлдарыңыздың шашбауын көтеріп қанша өнер жұлдыздары, қанша достары келіп отыр, қанша ағайыны келіп отыр. Бұның барлығы әуелі Алланың қалауымен осы сіздерді себепші қылып, осы айырудың ата-анасы деп келді. Секе, сіздің тойды басқару біз үшін абырой. Сіздің тойыңызды болып біз үшін үлкен жетістік. Бүгінгі тойымда елмен танысын, ел көресін, жер көресін деген сөзден бөлек ағайын туыс боласың деген бір сөзіңіз бардың. Бүгінгі тойымызды сол бір сөзіңізбен осы бір ағайын туысты ортаға шақырып, жалпы бір той иесі ретінде бір қорытынды жасағаныңыз абзал болар. Жаңа ғана көрдіңіздер, кішкентай ғана айырудың кішкентай туған күннен бастап өмірдің есігін шыр етіп айқын ашқан күннен бастап бүгінгі қазіргі жағдайына дейін осы бір керемет сән салтанатты күнге дейін бүкіл ана видеоға арнайы бейнебаянменен қызына деген ілтипатын әнмен жеткізіп отырған әке болса сіздей ақ болсын. Осындай әкелер жазасын Серік әкемізбен және де Айна қыздарыңызға қол соғып қошеметтеп отырыңыздар. Сыйласаң анаңды сыйла, анаңды сыйла, әкеңді құрметте деген. Міне бүгінгі тойымыздың түрінде осы сіздердің аналарын табанның жаннаттың кіртісінен табандарыңыздың астында.
Қазақша бір өткір ауыр сөз бар, ата-ананың тірі кезінде тауық сойып бере алмасаң, өлгеннен кейін жылқы союдың қажеті жоқ дейді ағайын. Сондықтан осындай керемет текті сөзді жадында сақтап, бүгінгі тектілікті танытып отырған осы әкеміз бен анамыздың бүгін ұл мен қызына рұқсат беріп, біз демалайық. Немере біздікі, бірақ той серік пен айнанікі деген ниетпенен тойдың соңында шығарып жатқан сөзінің дәлелі осы міне. Енді рұқсат болса той сіздікі мама, өйткені серікті серік қылған әуелі Алла, Алладың сіздер. Мен рұқсат болса кезекті өзіңізге. Еш шарт көш қауым. Міне бүгін бәріңізге ризамын. Сол алтын уақыттарды бөліп, біздің әулетімізді сыйлап, менің кішкене ғана бүлдіршін аяғымды сыйлап, келгендерің үшін рахметімді айтамын. Тұрса да болмайса көрме, ұсташы тіктеп бойыңды, анашым сенің көргім келеді, 6 жасқа келген тойыңды, ақ тілектерді қабыл ет Алла бойымды, анашым сенің көргім келеді, 6 жасқа келген тойыңды. Жасым 100-ге келсін. Әкең екеуміз 110-ға келгізді. Ал серіктің тойы көңіліне шықты ма? Айнаның жайған дастарханы көңіліне шықты ма? Ал тамада көңіліне шыққан кезде бұл кісінің өзі талғама күшті екен. Маған бар ғой, интересно. Бірінші тойға әкені шақырыңыз. Екінші тойға осы біз келеміз қонақ болып. Үшіншіде кімге Тұрсынбек шығардым деймін өзім. Тұрсынбек шығар деп қоямын. Мен сіздерге осы бүгінгі кешке келіп, ат салысып, алтын уақыттарыңызды бөліп, менің отбасыма, менің ата-анама, менің әулетіме деген ниеттеріңізге шын жүректен өз отбасының атынан мыңда бір алғысымды айтамын. Көп рахмет. Той тойға болсын. Барлықтарыңызға мың алғыс. Той көп болсын. Той тойға болса берсін. Рахмет барлықтарыңызға. Құттықтаймыз! Рахмет. Ален сізге. Біріншіден, оң қанатта отырған Дәулет деген үніме Дәке хач бар ма, жоқ па? Дәкеге бір ду болса бала, осы әкеміздің 60 жас мерейтойы барынша өте жоғары деңгейде ат салып өткізгеніне Дәке бауыры, өмірдегі ағасы Мейірбекке де осы бүгінгі біздің кішкентай қызымыздың тойы өте жоғары деңгейде өткізіп жатқан Мейірбек бауырыма да шын жүректен өз алғысын білдіріп, еңбегі жана берсін, әрқашан биіктен белестен көріне берсін. Сонымен бірге оның әріптестері мұнда төрде біздің сахнадағы азаматтарға лайық тобына позитив. Құрметті достар, әріптестер, сіздерге көп рахмет. Алланың нұры жаусын.